Тумба Бақыт 03 жинау инструкциясы бойынша жинап көрсететін боламын. Бізге керекті заттар, егерде болса осындай шуруповерт болса жақсы, оған насадкалар керек болады. Одан басқа отверткамен и осылай насадка ішінде комплект шығады, осымен қатырсаңыздар болды. Отвертка болмайды ішінде. Алдын ала осылай бөліп отдельный шығарып аласыздар. Жағынан асты үстін полкасын и шуруптарында осылай бөліп дайындап қойсаңыз, жұмысыңыз істеуге оңай болады. Бірінші кезекте тумбаның кіріп шығатын механизмдерін шығарып алып, белгіленген жерлерге қатырып шығамыз. Ящиктердің механизмдерін орнатып қойдық. Келесі кезеңде эксцентриктің шуруптарын қатырып шығамыз. Ящигіміздің шеткі стенкаларына уже қатырып қойдық шуруптарымызды. Енді үстіңгі қабатына қатыратын боламыз. Эксцентриктердің болттарымыз қойып шығамыз тесіктерге. Артқа стенкасына екі шетін қатырып аламыз. Үш шетін қатырып қойдық эксцентрикке, енді үстіңгі бөлігіне орнатамыз. Үстіңгі бөлігімізді полный қатырып қойдық, енді астың бөлігімізде бұлар тесік болады, осыны қатыратын боламыз. Астыңғы бөлігінде шуруптарын қойып, конформаттың ключімен де қатырсаңыздар болады. Роликтерімізді 1,5 сантиметрдің шеттерін қойып алып, 16 миллиметрлік шуруппен қатырып шығамыз. Келесі кезекте конформатпен тумбочкаларымыздың полкаларын қатырып шығамыз. Ящигіміздің болттарын қатырып болған соң, арттан қатыратын боламыз. Оны ровно қойып алып, 16 миллиметрлік шуруппен қатырамыз. Бірінші есігінің замогының орнатып кетеміз. Оның шығатын жерін төбеге қаратамыз. 2 миллиметр шуруппен қатырамыз. Бетіне декорациялық осы колечкасын тығып қоямыз. Әдемі көрінуші. Келесі кезекте ручкамызды пакеттен шығарып алып, ішінде болтымен шығады, соны қатыратын боламыз. Ручкасын астына қарай көрсетеміз. Ящигіміздің артқы бөлігін қатырып қойдық, енді алдыны корпусқа қатыратын боламыз. Оған 32 миллиметрлік шуруппен қатырамыз. Ящигіміздің механизміні шығарып алып, ішінде пластмасса болды, қара, соны бұлай басып шығарып аламыз да, и мына жерге қатыратын боламыз. Тумбочкамызды дайындап қойдық, енді орнатамыз. Бірінші үстіндегі есіктен бастап қоямыз.